Ұлы Отан соғысының ардагерлері туралы толымды ақпаратты топтастырған ғаламтор платформасы ашылады. Онда жеңіс сарбаздарының ерліктерімен қатар ардагерлердің қазіргі қажеттілігі жайлы мәлім етілінбек. Осылайша кез келген азамат ардагерге атаулы көмек көрсете алады. Бұдан бөлек тегін дабыл түймешелерін орнату жалғасады. Сзади находится кнопка SOS, при нажатии которой ветеран может послать сигнал в наш центр помощи. Бұл жұмыс қаңтардың 20-ші басталып, сәуірдің 31-не дейін барлық ардагер тегіс дабыл түймешелерімен қамтылады. Самұрық қазына компаниялар тобы ауқымды істердің кешенді жоспарын түзіп, жүзеге асыруға 600 миллион теңге жұмсамақ. Все наши предприятия, которые находятся в регионах, включены в комплексный план, и везде мы будем осуществлять данные мероприятия. Отандастарымыздың 30 жылдардағы ерліктері туралы деректі фильмдер түсіріліп, телевизиялық жобалар шығарылады. Самұрық қазына қоры 1 миллион 800 мың қазыналық артты біріктірген ардагерлер ұйымымен тығыз қарым-қатынаста. Ең бірінші болып қолдаған самұрық қазына басшылары ардагер ағаларға қол ұшын созып, көмек көрсетуге әркезде дайын екендігін көрсетіп, ортақ меморандумға ардагерлер кеңесімен бірлікте меморандумға қол қойды. Кешенді жоспардан бөлек Самұрық қазына компаниялар тобы жеңіс сарбаздарына арнайы жеңілдіктер ұсынады. Өткен жылы Қазақстан темір жолы ардагерлерді ТМД мен Қазақстан аумағында тегін тасымалдады. Эйр Астана компаниясы да жеңілдіктер ұсынған. Қазақтелеком мамырдың 5 мен 10 аралығында халықаралық телефон байланысында мерекелік жеңілдіктер жасады.